Италиялық шабуылшы Марио Балотеллиді футбол жанкүйерлері жақсы таныса керек. Футболшы күні кеше ғана Францияның Марсель командасына ауысқан болатын. Шабуылшы осыған дейін Ницца клубында ойнап келген еді. Енді маусым соңына дейін Марсельде ойнайды. Өзін тамаша қырынан таныта білсе, келер маусымда да осы командада қалуы мүмкін. Кей бейресми деректер бойынша жаңа командасы футболшы үшін 4 миллион еуро шығындалған. 1,4 миллион еуро көлемінде қосымша сыйақылар да бар. Сондай-ақ Супер Марио мен арнайы келісімшартта жасалған. Шабуылшы маусым соңына дейін 10 гол соғатын болса, еңбек ақысына бөлек 600 мың сыйақы алады. Одан өзге, клуб этикасын бұзбай, тәртіпті болған үшін 800 мың еуро көлемінде сыйақы да қарастырылған. Тәртіп бұзған жағдайда төленбейді. Марио Балотелли Интер, Манчестер Сити, Милан, Ливерпуль мен Ницца клубтары сапында доп тепті. Интер мен 3 рет Италия чемпионы және Чемпиондар лигасының жеңімпазы болды. Манчестер Ситиде ойнап жүргенде Англия чемпионы атағын жеңіп алды. Италиялық ойыншы тәртіп бұзуымен талайды таңғалдырған. Португалиялық маман Жозе Мауриньо Марио Балотеллидің өмірінен 200 беттен тұратын күлдіргі әңгімелер түзуге болады, дейді бір сұхбатында. Біз Чемпиондар лигасында Рубинге қарсы ойнап жатқанбыз. Интердегі барлық шабуылшыларым жарақат алған. Диего Милито да, Самуэль Ето да жоқ. Мен нағыз кейде едім. 42-ші минутта Марио сары қағаз алды. Үзілісте мен Мариоға: "Сен қазір командадағы жалғыз шабуылшысың. Абайлап ойна. Ешкімге тиіспе, тек доппен ойна. Егер допты жоғалтсаң, қайта алуға қатты талпынба. Төреші қателесіп жатса, үндеме" дедім. Нәтижесінде ол 46-ші минутта алаңнан қызыл қағаз алып шығып кетті. It's the power of music. It's the power of, yeah. It's the... бұл бір ғана мысал, айта берсек жалғаса береді. 2009 жылы Палермоға қарсы кездесуде Марио Балотелли өзін тамаша қырынан көрсетеді. Соғылған 5 голдың 4-еуіне септігін тигізеді. Екеуін өз еншісіне жазады. Бірінші болып пенальти жасайды. Бірақ оны штаттық 11 метрлік айыпдауын тебетін Самуэль Этоға бергісі келмей, өзі тебуге ұмтылады. Кейіннен команда капитаны Хавьер Занетти араға түскен. Манчестер Ситиде ойнап жүргенде жаттықтырушылар оған футболдағы финттерді қарасын деп DVD дискісін береді. Жарты сағаттан кейін келген олар Марионың атыс-шабыс жанрындағы фильм көріп жатқан жерінің үстінен түседі. Марио бірде достарымен үйде от шашу жасап, соңы өртке ұласқан. Үйінің пердесінен бастап жана бастаған отты дер кезінде келген өрт сөндірушілері ауыздықтаған. Ал футболшының өзі болса, сол оқиғаның алдында ғана пиротехникалық заттарды қолдағанда абай болуды ескертетін жарнамаға түскен екен. Манчестер Ситидің автокөлік қоятын тұрағының есігі автоматты түрде ашылып жабылатын әйнекті есік болыпты. Бірде Марио сол есіктен көлігімен кіріп шығып, бірнеше сағат бойы ойнаған.